Ассалаумалейкум оқырмандар. Бүгін бізде тағы бір үй. Алатау ауданында Қарасу 1 микрорайонында орналасқан мынау 2 қабатты үймен таныстырамын сіздерді. Үйінің сырты сплитерный кірпішпен қапталған. Көшесі толық асфальттанған, жарығы бар, газ бар, алдында навес. Көшесі таза. Мына 2 қабатты үймен сіздермен таныстырамын. 2015 жылы соғып біткен 190 квадрат үйі. Бейне бақылауы бар. Және жердің көлемі 6 сотық. Кушетка жасалмаған. Навес, машина тұратын орын. Және мына жақта бақ. Талдар ексеңіздер болады. Мына жағында тағы бір камера. Достар, видео бастамай тұрып, сіздер каналға тіркеліп алыңыздар. Менің тағы да үйлерімді өткізіп алмас үшін. Және де комментарий қалдырып отырыңыздар. Есігінің алды кушеткаға дайындалып тұр. Мына жағында туалет, даланың туалеті. Слив бар. Бұра центральный канализация. Ауласы қоршалған. Даланың душы. Соседтің арақашықтығы где-то 2 метр. Және үйдің мына жағын тоже 2 метр. Газдың счетчигі мына жағында. Және үйге қарай кіреміз. Темір есік. Жаңадан соғылып жатырмын. Үйге былай кірген кезде прихожкасы. Төбесі гипсокартон. Әзірше кухнясы қойылып тұр. Летний. Кухня басқасы бар. Мынау газ. Бірінші комнатаның бәрі теплый пол. Мынау жарық екен. Және мына жағына қарай кіреміз қазір. Үйге қарай кірген кезде холл болады. Және бұлай екінші этажға қарай көтерілетін лестница. Мына жағында санузел. Толық бітпей жатыр. Мына жағына кухня, студия. Терезесі, пластик терезесі. Төменнен жоғарыға дейін. Жарық, жол екен. Еденнің бәрі теплый пол, жылы пол. Төбесі гипсокартон. Мына жағында холл болып есептеледі.
зал, холл. Мында ою өрнегімен пол, паркет. Залдан былай шыққан кезде тағы бір бөлме, спальня. Және екінші этаж. Астынан бәрі көрінеді екен. Ұстағыштары ағаш. Көтерілген кезде мына жағында холл болып есептеледі. Екінші этажы полы, паркет. Мына жағында бір комната. Мансардный вариант екен. Толық обоймен обойланған. Паровой чугунный. Коридор. Мына жағында тағы бір санузел. Толықтай көріп алыңыздар. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып тұрыңыздар. Мына жағында бір комната, мына жағында бір комната. Ал бір комнатаға кіргенде обойланған. Бұл да жарық екен. Есіктері жаңа. Адам тұрмайды. Терезесінен есіктің ауласы көрінеді. Бұл Қарасу 1 шағын аудан. Мына жағында гардеробный. Гардероб. Айнасымен. Мына жақта тағы бір бөлме. Бұл бөлмеде адам тұрмағаннан кейін заттары тұр. Толықтай обойланған. Полы, паркет. Осы үйді алам дейтіндер болса, астында комментарийға жазып кетіңіздер.